Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге 3 тамыз бен 9 тамыз аралығындағы шаян белгісіне арналған жұлдыз жорамалын ұсынамын. Құрметті шаяндар, сүйікті шаяндар, сіздер осы аптаның ең бақытты жұлдызысыздар. Сіздерге осы апта ақша тақырыбынан басталып, ақша тақырыбымен аяқталатын болады. Сіздер осы аптада кіріс шығыс, пайда, табыс, ұсыныстар, нәтижелер, табыстың артуы, ұтымды ойлар, орайы келген істер дейсіз бе? Енді тіпті өте берекелі аптадасыздар. Және де сіздерге өмірлеріңізде қолайсыз болған агрессивті, жағымсыз жандардың сіздің өміріңізден көркем түрде, мейірімді түрде ұзақ алысқа кеткенін байқайсыздар. Және де жұмыссыз шаяндар жұмыс тауып, жаңа жұмысқа орналасып, жаңа жұмыста сіздің идеяларыңыз басқаларды қызықтыратын болады. Сонымен қатар, сіздер өздеріңіздің өнерлеріңіздің арқасында көзге түсетін боласыздар. Осы аптада финанстық жағдайыңыз жақсарып, табысыңыз артатын болады. Табысыңыздың, финанс жағдайыңыздың тұрақталуына байланысты сіздер өздеріңізге деген сенімдеріңіз артып, алдыға нық қадам басатын боласыздар. Сонымен бірге, махаббатта сәтсіз қарым-қатынастарды аяқтап, жаңа бақытты, дұрыс, саулықты қарым-қатынасқа қадам басасыздар. Және де жұбы бар шаяндар жұптармен арадағы кикілжіңдерді шешіп, лимонад жасайтын болады. Яғни, жұптармен бақытты болатын болады. Аптаға кеңес. Құрметті шаяндар, сүйікті шаяндар, сіздер осы аптада мол табыспен бірге, сіздер өздеріңіз қажетсіз сезімге беріліп, қажетсіз заттарға көп қаражат жұмсаудан сақ болыңыздар. Келесі кездескенше.